Бүгін менің телефоным зарядталып жатып, өзінен өзі искра шығып, жанып кете жаздады. Құрметті достар, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, өте маңызды ақпарат. Бұл менің зарядкам, оригинал зарядка. Мына жерді қараңыздар. Мына жер, осы жерден искра шыққан кезде мен тез арада өшіріп тастадым бұл зарядканы. Розеткадан алып тастадым, содан кейін сөнді. Неге қалай болды бұл жағдай? Мен үйде отырған кезде розеткадан бір шырылдаған дауыс шықты. Содан кейін қасына барып қарасам, мына жерден ақырындап искра шығып жатыр екен. Сөйтіп ақырындап лапылдап бір иіс шығып жатыр да, жаман иіс шығып жатыр. Сөйтсем, зарядка жанып жатыр ақырындап лапылдап, искра шығып. Тез арада өшіріп тастап үлгердім, Аллаға шүкір. Егер де біз достар ұйықтап қалатын болсақ, онда түнде пожар болар еді, өрт болар еді үйде. Алла сақтады, мен естіп қалдым, көріп қалдым, осы уақытында қосылып тұрған кезінде жанып жатқанын ақырындап. Достар, сақ болыңыздар, мынау зарядка менде оригинал зарядка. Ал не оригинал, дубликат зарядка болатын болса, ол тез арада жанып кетеді, достар. Мынаны біраз уақыт қолдандым, мен где-то бір жыл қолданған шығармын, бірақ осы жақын арада осылайынан искра шығып жанып кетті мына зарядка. Осындай зарядка Samsung-тікі. Сақ болыңыздар, достар, түнде ұйықтап қалып жүрмеңіздер, зарядкаға қосып қойып розеткаға. Түнде өрт болуы мүмкін, осындай жағдайлар. Ойламаған жерден өрт болып кетуі мүмкін. Бұл жағдай қазір осы кешке таман болып тұр, біз ұйықтамаған кезде. Ал ұйықтап қалып қойған кезде білмеймін не болар еді. Жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, міндетті түрде айтып ескертіп жүрейік, сақ болайық. Оны алып мен қазір лақтырамын.